Полат Алемдар. Бұл образды танымайтұғын адам аз болса керек. Қасқырлар маканы өз уақытында соншама абырайға ерісті, адамлар хәтте өз перзентлеріне Полат атын қоя баслаған. Бұл түрк жігітінің мінезі көпшілікті таң қалдырды. Сөзлері болса кімлердің дүр ұранына айланды. Ол реал тұрмыста болған ба? Абдулла Чатлы. Әйне осы инсанды көпшілік Полат Алемдардың реал тұрмыстағы көрінісі деп ойлайды. Растанда солай ма? Бұны видеоның ақырында біліп аласыз. Ал хәзір болса Түркияның жәмиетлік һәм сияси тұрмысында ахметлі рөл ойнаған күлірен қасқырлар топарының ағзасы Абдулла Чатлы хақында толық мағлұматқа ие боласыз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Бұл Айдын Жойбарының жаңа саны, мен Айгүл, тайын болсаңыз басладық. Абдулла Чатлының балалығы хақындағы мағлұматлар жүдә аз. Чатлы 1956 жылы Түркияның Невшехир қаласында көп балалы шаңарақта туылған. Оның дәслепкі білім алуы жергілікті мектеплерде басланған. Ол жерде көплеген заманласлары сияқлы тикарғы білімлерге ие болған, һәм сол дәуірдегі түрк жәмиетіне тән болған мәдени һәм миллетчілік қадыриятларын өзлестірген. Оның оғада оң миллетчі сыпатындағы кейінгі іскерлігін есапқа алып, оның балалығына сол жыллары түрк жәмиетінде кең тарқалған миллетчілік һәм ватан сүйіспеншілік идеялары тәсір еткен деп болжау мүмкін. Чатлы 1977 жылы Анкара университетіне оқуға кіреді. 1960 жылғы Түркиядағы студентлер харекеті әне осы университетте басланған еді. Ұлым алғанда Чатлының оғада миллетчілік рухына тәсір еткен шарият хақында айтудан алдын, бұл шарият қалай пайда болғанын қысқаша айтып өту керек болады. Екінші жаһан ұрысынан кейін Совет ауқамы Түркияның шығысындағы кең аймақларға дауагерлік етеді. Совет үкіметі бұл аймақларда тикарынан курдлар, армянлар һәм грузиннер жасайды деген сылтауменен оларды өз құрамына қосып алмақшы болады. Бұл болса 1938 жылы қайтыс болған Ататүрк аймақтың қол қатылмаслығы Түркияның бірлігі хақындағы идеяларына жүдә қарсы еді. Милли ватанды сүйушілік рухы және де күшейе баслайды. Бұл жағдайда Түркияға ақш жәрдем береді һәм бірнеше талаплардан кейін Совет ауқамы өз армиясын Түркиядан ұзақыраққа алып кетеді. Ал 1950 жылға келіп болса, Улума дауагерлігін қайтарып алады. Әлбетте бұндай жағдайда Түркияда демократиялық партияның абырайы артып кетуі табиғи еді. 1950 жыллары хакимият басына келген демократиялық партия үкіметте жақсы орналасып алады. Бірақ 1960 жылларға келіп, ақштың тәсірінен, білімлендіру сапасынан һәм мемлекеттегі коррупция жағдайынан наразы болған студентлер бас көтере баслайды. 1960 жылы кейінірек Чатлы оқуға тапсыратұғын Анкара университетінде студентлер көтерілісі басланады. Олар дәслеп білімлендіру реформаларын талап еткен. Кейін ала талаплар кеңейіп барған. Осылайынша милли қадыриятларды үстін қойған һәм ақштан ғарезсіз болуды қалеген студентлер бүткіл мемлекет бойлап бірінен соң бірі бас көтере баслайды. Мемлекеттегі жағдайды әскерлер түзетуге харекет етеді һәм хакимиятты өз қолына алады. Бірақ әскерилестірілген хакимият бір қанша еркіндіктерді шектейді. Түркия экономикасы кризиске ұшырайды. Сол кезде Түркияда екі партия пайда болады. Милли харекет партиясы. Ол миллетчілік рухына тикарланған һәм милли құтқару партиясы. Олар діни қадыриятларға тикарланған. Бұл партиялардың ағзалары демократ һәм либералларға қарсы күрес баслайды.
Бұл күрес депутатлардың келіспеушілігінен тәртіпсіздіктерге шеккен барады. Жәмиетте шыдамсызлық, діни радикалласу күшейеді, һәм һәр күні бұның ақыбетінде бірнеше адамлар қайтыс болады. 1969 жылы Милли Харекет партиясы өзінің Күлрең қасқырлар атлы жаслар қанатын жаратады. Олар милли қадриyatlар Ататүріктің идеяларына тикарланған. 1969 жылы Милли Харекет партиясы өзінің Күлрең қасқырлар атлы жаслар қанатын жаратады. Олар милли қадриyatlар Ататүріктің идеяларына тикарланған. Бұл харекет ағзалары ақш тарептарларына да, діни радикалласуға да қарсы болған, һәм оларға hüjümлер ұйымластырып тұрған. Осы харекеттің тикарғы идеясы сыпатында Түркияның милли рауажлануы һәм бірлігіне сүйенгені үшін әскерлер де олар менен бірге іслесіп тұрған. Ұлым алғанда Күлрең қасқырлар пантуркизм тарептарлары еді, яғни барлық мұсылман түрки халықларды бірлестіру. Олардың ағзасы болу шартлерінен бірі мұсылман болу болған болса да, олар милли қадриyaтларды діннен үстін қойған һәм діни радикализмге қарсы күрескен. Олардың жоғары мақсаты туранды бірлестіру еді, һәм бұл азатлыққа қабыл етушілердің антында да кіргізілген. Түрк жастары коммунизм, фашизм һәм сол сияқты һәр қандай идеалистік идеяларға қарсы күреседі делінеді Күлрең қасқырлардың антында. Бірақ фашизмге қарсы күресуді сүрен еткен бұл шөлкемнің харекетлерінде әйне фашизмнің белгілері бар еді. Түрки болмаған халықларға жек көрушілік, күш һәм зорлықты мәселенің тикарғы шешімі деп білу һәм басқалар. Күлрең қасқырлар топарының мәмлекет бойлап 100-ден артық лагерлері болған. Ол жерде әскерилестірілген шөлкем ағзалары идеялық білім һәм құралдан қалай пайдалану көнікпелерін өзлестірген. Біздің қаһарманымыз Абдулла Чатлы бір уақытлары әскери аударыспаққа алып келген харекетінің баслану жері болған Анкара университетінде тәлім алады һәм Күлрең қасқырларға қосылады. 1970-1980 жыллары Түркияда және бір сияси кризис жүз береді. Демократиялық һәм консерватив партиялар ортасындағы қарама-қарсылықтар күшейеді. Бұл жағдайда Күлрең қасқырлар сияси жинаятлар, коммунизм һәм басқа да идеялардың тарептарларын жоқ ету менен шұғылланады. Бұл процесслерге Чатлы да қатнасқан еді. Айне осы процесслер арқалы ол лидерлік һәм басқару көнікпелерін рауажландырады. Чатлыны сондай-ақ терең мемлекет түсінігі менен де байланыстырады. Ол түсінік әскери разведка қызметкерлері һәм оға да оң, яғни консерватив топарларды өз ішіне алған тармақты аңлатады. Чатлы разведка қызметі ұшында іслегенін білдіретұғын бір қанша дәлелдер анықланған, бірақ олар 100% тасдиқланбаған. Чатлы қатнасқан бұл тармақ Түркияның милли мәплерін қорғауға ұмтылған һәм бір қатар гуманлы операцияларда, соның ішінде мемлекетлік аударыспақларға ұрынулар һәм сияси жинаятларға қатнасқан деп есапланады. Үкімет Күлрең қасқырлардан күрд сепаратистлері, радикал діни террористлер һәм өзлерінің сияси қарсыласларын жоқ етуде пайдаланған. 1979 жылда Мехмет Әлі Ағжы деген жинаятшы бір журналистті өлтіреді. Абди Жипекші деген бұл журналист масонларға қосылып қалған һәм Түркияға құрал алып кіру контрабандасы менен шұғылланған еді. Соның ұшында ол өлтірілген. Қамақтағы Мехмет Әлі Ағжаны Чатлы һәм оның топары құтқарып шығады. 1981 жылы Күлрең қасқырлар ағзасы Мехмет Әлі Ағжа Рим папасына қастиянлық етеді. Сол себеплі де Абдулла Чатлының Рим папасына hüjümге байланысты деп есаплайды. Мехмет Әлі Ағжаны құтқару һәм басқа да жинаятлар артында Абдулла Чатлы Түркияны таслап кетуге қарар етеді. Һәрқилы мағлуматлар бойынша ол Европаның айрым мемлекетлеріндегі тәртіпсізліктер һәм аударыспақларға байланысты болған. Абдулла Чатлы Түркияға қайтып келеді. Бірақ оның өлімі Түркия сияси майданында жаңа жәнжелді жүзеге келтіреді.
1996 жылы Абдулла Чадлы Сусурлук районында автоаварияға ұшырап қайтыс болады. Оның менен бірге машинада полиция офицері һәм парламент депутаты да болған. Бұнан сқары машинада түрлі паспортлар, құрал-жарақ һәм нәшебендлік затлары да табылған. Бұның нәтижесінде күлірен қасқырлар һәм үкіметтің байланыстары ашылған. Енді «Қасқырлар маканы» телесериалына қайтсақ. Ол Түркияда 2003 жылы басланған ең белгілі телесериал. Ол Түркиядағы мафия, агент һәм сияси жасырын харекетлер темаларына текарланған күшлі сюжетлері менен белгілі. Полат Алемдар образы бұл Абдулла Чадлы екенлігі хақындағы хабарды бірінші болып сары баспасөз тарқатады. Бұл үшін хәтте Полат Алемдар образын атқарған Неджати Шашмас журналистлерді судқа береді. Образға болған қызығушылық бекарға емес. Сериал тек ғана Түркияда емес, ал бүткіл дүнияда да белгілі болды. «Қасқырлар маканы» әсіресе жақын шығыс мемлекетлерінде белгілі болып, ол жерде сериал араб тіліне аударма етілген һәм көптеген каналларда көрсетілген. Америка Құрама Штатлары һәм басқа батыс мемлекетлерінде сериал аз қызығушылықпенен қабыл етіледі. Сыншылар кейде оның милләтчілік һәм батысқа қарсы тенденцияларына үндеген. Әсіресе батыс мемлекетлері, ямаса олардың агентлері дұшпан, ямаса антагонист сипатында суретленген эпизодлар итибарға алынады. Сериалдың айрым эпизодлары халықаралық тартысларға һәм хәтте дипломатиялық ақыбетлерге себеп болды. Мәселен, Американың Ирактағы әскери операциясын сынға алған «Қасқырлар маканы» Ирак сериалы ақш тарапынан кескін реакция һәм наразылыққа себеп болды. «Қасқырлар маканы» Түркияның жедел сияси тұрмысы һәм құрамалы ішкі жағдайы және сыртқы саясаты болған мемлекет сипатында халықаралық түсінігін қалыптастыруде де рөл ойнады. Сериал арқылы тамашагөйлер Түркия дус келетұғын хақиқи социаллық һәм сияси машқалаларды көруі мүмкін еді. Өзінің тартыслы жағдайларына қарамастан, сериал региондағы ғалабалық мәдениет һәм телевидение ислеп шығаруына сездерлі тәсір көрсетті. Һәм түрк медиа өнімлері кең халықаралық резонансқа ие болуы мүмкін екенлігін дәлелдеді. Сериалдың бас қаһарманы Полат Алемдар һәр қилы сияси һәм жасырын операцияларда қатнасатығын күшлі һәм харизматикалық басшы сипатында суретленген. Бұл оның келбетін жасырын агентлер келтірілген фактілерге қарамастан, көпшілік Полат Алемдар бұл Абдулла Чадлы деп ойлайды. Бірақ бұл мағлұматлар ешбір жерде тасдиқланбаған. Ал Полат Алемдар кім? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Бұл Айдын Жойбары, кейінгі салаларымызда көріскенше.